Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласынан кейін рухани жаңғыру қозғалысы аясында бірнеше жоба қолға алынды. Солардың бірі әрі бірегейі латын әліпбиіне көшу. Жоба мақсаты қолданыстағы кирилл жазуына негізделген қазақ әліппесін латын графикасына көшіру. Қазақстан Республикасы президентінің 2018 жылғы 19 ақпандағы жарлығымен латын әліпбиі көпшілікке сұнылды. Латын әліпбиі 9 дауысты, 23 дауыссыз дыбыстан құралған, 32 әріптен, 6 апостроф және 2 диграфтан тұрады. Рухани жаңғыру шеңберіндегі тағы бір ірі жоба Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы. Жобаға тәуелсіздік алған жылдар аралығында өз саласында үздік атанып, ел дамуына өзінше үлес қосып жүрген 3000 адам қатысты. Жалпы халықтық дауыс берудің арқасында бірнеше сала бойынша 102 жеңімпаз анықталды. Олар спорт саласынан 13 адам, ғылымнан 18 адам, мәдениеттен 10 адам, медицинадан 18, бизнестен 13 адам, қоғам үшін игі іс атқарған 30 адам.